Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ең дәмді жүгері дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жүгеріні қабығын аршып, тазалап алуымыз қажет. Бірақ қабығын тастамаңыздар. Қажет емес жерін кесіп тастаңыздар. Енді жаңа тазалаған қабықтарын осылай ыдыстың түбіне салып шығамыз. Үстіне жүгерімізді рет-ретімен қойып шығамыз. Үстінен де сол қабықтарды қоюға болады, сыймаса сындырып салсаңыздар да болады. Енді қайнап тұрған суымызды үстіне құйып, судың қайнағанын күтеміз. Бір ас қасық қант қосамыз және 15-20 минут пісіреміз. Піскен жүгерінің үстінен тұз себесіздер және май жақсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап қойыңыздар, өте дәмді болып шығады, ас болсын.